Сәлем, ұбт ағылшын тілінен тест талдауды жалғастырамыз. 11-ші сұрақ. Correct word to fill the gap. Дұрыс сөзбен толықтырыңыз. All I wanted was glass of water. Менің бар қалағаным стакан су болды деген сөз. Glass деген сөздің алдына біз артикль қоюымыз керек. А варианты N, В варианты E, С варианты қойылмайды, Д варианты any. Енді біз сөзге қараймыз. Біз қай сөздің алдына қоюымыз керек? Glass деген сөздің алдына қоюымыз керек, е? Саналатын зат есім ба, саналмайтын зат есім ба? Қараймыз. Glass, стакан, саналатын зат есім. Енді дауысты дыбыстан басталып тұрма, әлде дауыссыз дыбыстан басталып тұрма? Glass әрине дауыссыз Г дыбысынан басталып тұр. Сондықтан біз оның алдына В варианты артикль қоямыз. Егер сөз дауысты дыбыстан басталған болса, біз N артикль қоятын едік. Сондықтан қойылады. All I wanted was a glass of water болады. Енді Д вариантында any сөзі қойылмайды, себебі ол болымсыз сөйлемдерді және сұраулы сөйлемдерде қолданамыз, ал бізде болымды сөйлем берілген. Келесі сұрақ 12. Sentence with the similar meaning. Мағынасы ұқсас сөйлем. People used to listen to vinyl records many years ago. Адамдар көп жылдар бұрын винил пластинкаларын тыңдайтын. Біз осы сөйлемге мағынасы ұқсас сөйлемді табуымыз керек. А варианты People enjoyed music. Адамдар музыка тыңдаған, тыңдауды ұнатқан немесе. В варианты Music was unpopular. Музыка танымал емес болды. С варианты It was hard to make vinyl records. Винил пластинкаларын жасау қиын болды. Д варианты People didn't listen to vinyl records. Адамдар винил пластинкаларын тыңдамады. Осы төрт сөйлемнің қайсысы мағынасы келіп тұр? Әрине А варианты People enjoyed music. Адамдар музыка тыңдауды ұнатқан. Келесі сұрақ 13. Correct form of the verb. Етістіктің дұрыс нұсқасы. Тимур wished he to the weather forecast. He was wet to the bones. Тимур өкінді ауа райын тыңдамағанына. He was wet to the bones. Сүйегіне дейін су болды. Нұсқаларға қараймыз. А нұсқасы would listened. В нұсқасы was listening. С нұсқасы listening. Д нұсқасы had listened. Бізде сөйлем өткен шақта тұр. Past simpleде Тимур wished деген өткен шақта. Яғни өткен шақта өкінішке біз had және етістіктің үшінші формасымен қолданамыз. Демек Д варианты had listened to the weather forecast болады. Егер сөйлем өткен шақта басталса, past simpleде басталса, жалғасы had пен verb 3 мен жалғасады. Ал егер сөйлеміміз осы шақта тұрған болса, Тимур wishes болып, осы шақта құралған болса, онда біз past simpleді қолданамыз. Where қолданушы едік. Бұл жерде бізде сөйлем өткен шақта болғандықтан had listened қолданамыз. Келесі сұрақ 14. Correct variant of construction. Конструкцияның дұрыс варианты. We to the cinema at weekends. А нұсқасы do used to go. В нұсқасы did used to go. С нұсқасы used to go. Д нұсқасы used to go.
сөйлемнің мағынасына қарасақ, біз демалыс күндері кинотеатрға баратынбыз деген сөзді айтуымыз керек, яғни the варианты used to go болады. Келесі сұрақ 15. Correct question tag. Сұрақтың дұрыс варианты дейді. You haven't got a pen. Сенде қалам жоқ. Солай ма? Деген сұрақ болу керек қой. Енді біз нұсқаларға қараймыз. Are you? В нұсқасы haven't you? С нұсқасы have you? Д нұсқасы aren't you? Енді біз tag questionдарда біз қайсысын қолданғанына қараймыз. Бізде have got қолданған. Have got a pen, haven't got a pen деп тұр. Бірінші бөлімі болымсыз болып тұр, яғни екінші бөлімі болымды болады. Бір-біріне қарама қарсы түрде болады. Яғни с варианты have you болады. Келесі сұрақ 16. Correct form of the verb. Етістіктің дұрыс нұсқасы. That's a city in which I for 8 years. Нұсқаларға қараймыз. А нұсқасы have lived. В нұсқасы has lived. С нұсқасы will living. Д нұсқасы would lived. Сөйлемнің шаққа қараймыз. Қандай шақта болып тұр? For 8 years. Мен 8 жыл бойы тұрған қала деп тұр. Яғни біз А нұсқасы дұрыс. Have lived болады. That's a city in which I have lived for 8 years. Has lived болмайды, себебі үшінші жақта he, she, it немесе бір адам туралы айтылып тұрған жоқ. Will living болмайды, өйткені for 8 years деп for сөзін қолданып тұр. Future simple немесе future continuous'та болашақ туралы айтқанда біз for сөзін қолданбаймыз. Келесі сұрақ 17. Correct form of the verb. Етістіктің дұрыс нұсқасы. What games you when you were a child? Сен бала кезінде қандай ойындар ойнағансың? Деген сұрақ болу керек қой бізде. А нұсқасына қараймыз. Do used to play. В нұсқасы did used to play. С нұсқасы are used to play. Д нұсқасы did used to play. Біз used to play деген сөздің қолдануымыз керек, е? Бұл жерде бізде В нұсқасы дұрыс. Did used to play. What games did you used to play when you were a child? Used to play дегендегі өткен шақтағы д жалғауы didке өзгеріп кетеді. Did you use? Use деген д-сы түсіп қалады, өйткені did қолданып тұрғандықтан. Келесі сұрақ 18. Correct preposition to fill the gap. Дұрыс prepositionмен толықтыр. Because of incorrect timing, I am following my project. Уақытты дұрыс болмаған себептен мен проектімді мағынасын табуымыз керек. А нұсқасы before, Б нұсқасы behind, С нұсқасы aside, Д нұсқасы about. Енді қараймыз. Fall before дегеніміз бірдеңеден бұрын құлау деген мағынаны білдіреді. Ал енді fall behind жылдамдықты азайту немесе ақырын жай жүру деген сияқты мағына береді. Fall aside біреумен или бір нәрсемен ұмыт қалу, назарсыз қалу деген сияқты мағынаны білдіреді. Fall about дегеніміз күлу деген мағынаны білдіреді. Енді бізде мұнда мен проектімнен қалып қойдым. Немесе мен проектімнен
қалып қойдым деген мағына, сонда бізде А варианты дұрыс болады. Falling before my project болады. Мен уақытым дұрыс болмаған себебінен мен проектімнен қалып бара жатырмын. Яғни жай асықпай болып жатыр деген мағынаны білдіреді. Келесі сұрақ 19. Correct modal verb. Модальды етістіктің дұрыс варианты дейді. We hear people laughing. Біз адамдардың күлгенін естіп тұрмыз. They be watching a comedy. Олар комедия көріп жатқан болар деген сөз айтуымыз керек бізде. Нұсқаларға қараймыз. А варианты must, Б варианты show, С варианты can't, Д варианты couldn't. Бізде бұл жерде А варианты must болады. We hear people laughing. They must be watching a comedy. Біз адамдардың күлгенін естіп тұрмыз. Олар комедия көріп жатқан болу керек деген мағына береді. Бізде show деген модальды етістікті бізде ақыл кеңес бергенде қолданамыз. Ал мұнда сөйлемнің мағынасы бізде ақыл кеңес беру емес. Келесі сұрақ 20. Appropriate articles-дан артиклді табыңыз дейді. Сәйкес келетін артиклді табыңыз дейді. Daniel Defoe was important English writer born in London, England. А варианты N қойылмайды дейді. В варианты Z қойылмайды. С варианты N, Z. Д варианты Z, N. Бізде бұл жерде В варианты болады. Daniel Defoe was the important English writer. No, N was an important Келесі сұрақ 20. Appropriate articles сәйкес келетін артиклді тап дейді. Daniel Defoe was important English writer born in London, England. Нұсқауларға қараймыз. А нұсқасы N қойылмайды. Б нұсқасы Z қойылмайды. С нұсқасы N, Z. Д нұсқасы Z, N. Бізде important деген сөздің алдына қоюымыз керек екен. Әрине ол дауысты дыбыстан басталып тұрғандықтан N артиклін қолданамыз. Daniel Defoe was an important English writer born in London, England. London алдында артикль қойылмайды. Бізде сонда В варианты, А варианты дұрыс. N және артикль қойылмайды. Егер видео пайдалы болған болса, түсінікті болған болса, лайк басып менің каналыма жазылып алыңыз. Тағы да басқа тест нұсқауларын талдауды